Серьезный бойка. Пацака қалмаймын ба, кішкентай пацак. Так, ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Көптен бері YouTube каналыма видео жүктемегені біраз болыпты. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма, отбасыларың жақсы ма? Міне көріп тұрғандарыңыздай артым көл. Бүгін балыққа шыққам. Бізде қазір сағат 4 болды. Мен сағат 2:30 кезінде келдім. Судың астын тексеріп, малькрабать етіп, үйтіп болғанша міне сағат 4 болды. 2 сағаттай жұмыс жасадым. Өзіме керекті точкаларды таптым. Бүгін менде 4 қармақ болады. 4 қармаққа 4 точка жасайтын болам. Сол 4 точканы таптым. Точкаларға келетін болсақ, бізде ең алыс қашықтық 123 метр. О жердің тереңдігі 1,5 метр. Одан кейінгі точка бізде 101 метр. О жердің тереңдігі 1 метр. Одан кейінгілері 86 метр. О жердің глубинасы 1 метр. Осы екі точка ең қашықтықта бізде. Одан кейінгі үшіншіміз 55 метрде, тереңдігі 1,65. Одан кейін төртіншісі 50 метрде. Оның тереңдігі 50 сантиметр, 1 метрге де жетпейді. Осындай 4 точка жасадым. Тауып, маркировать етіп. Маусымды енді ашайын деп атсам да болады міне. Өйткені жұмыс бабымен көп балыққа шыға алмадым. Өткенде бір жарыс өтті, оған қатыса алмадым. Алла бұйырса, осылай маусымды ашуға сіздермен бірге маусым ашайын деп отырмын. Олай бұйырса. Қазір күн ыстық. Бізде 5 айдың 16-сы болыпты. Күн ыстық далада. 30-31 градус ыстықтықта. Алла бұйырса, бірінші енді жемдерімізді дайындаймыз. Кейін қармақтарымызды лақтыратын жұмыс істейтін қармақтарымызды дайындалғанша жемдеріміз бұғып әдемі болып тұрады. Кеттік, ал сіздермен бірге жем дайындайық. Балыққа негізгі бір күнге келдім. Дайындық енді өзім үйден ештеңке дайындамадым. Бәрін дайын сатып алдым. Мысалы жүгеріні негізі үйден дайындап шығуға болар. Жүгеріні дайын сатып алдым. Пелец. Одан кейін бір пачка бойла. Леон бейтістікі. Манго деген. Одан кейін тигровый варяг. Енді тигровый варягты дайындап алдым. Шамамен 1 килограммдай тигровый варяг бізде. Бұл үйде тоңазғышта мұз болып қатырып қойғам. Оны дайындағаныма бір апта болған шығар. Болды, осылармен жемдейтін боламыз. Негізгі жем сол жүгері мен тигровый варяг қой. Ал кеттік, бисмиллахи. Жүгеріні қазір осы тұрған жүгерінің 50%-ін осыдан өткіземіз, крушадан. Негізі жүгеріні өздеріңіз дайындап алып шықсаңыздар болады. Мынандай сатудағы жүгерінің көбісі аш кетпеу үшін қоспалар қосылады да. Оның өзі кей кезде балыққа әсер етіп жатады, жемей қояды. Мынаның енді 50%-ін біз қазір осы крушамен өткізіп алатын боламыз. Тісіне жұмсақ болсын деп балықтың. Қалған 50%-ін осылайынан қосатын боламыз. Мына ричмангтың бір жақсысы осылай жемдерді турап ұсақтағанға жақсы. Сондықтан негізгі балыққа шыққанда осындайларыңыз болған дұрыс. Мынаның енді арзан екінші түрі бар. Ботман деген фирманікі. Ол да жақсы. осылай турап тастайды бұл.
не болмаса кәдімгі өзіміздің ет турайдың ет турағыш бар ғой, бұрынғы советский алюминиевый, сол да жақсы негізі осы жүгеріні турағанға. Осылай қоса беретін боламыз. Так, міне жүгерінің жартысын турағышпен турап тастадық, мынасын қалтырамыз. Ендігі кезекте бізде тигровый орех. Осын турайтын боламыз. Міне, керемет. Бұның да бір 50% тураймыз, 50% турамай қосатын боламыз. Мына тигровый орехті насадкаға да қолдана береміз, кормға да қолдана береміз. Бұл тигровый орех енді өте керемет істейді. Қай көлде де болса да тигровый орех жақсы істейді. Бірақ бұның қайнату тәсілін білу керек, қалай дайындау керек, соның тәсілін білсе болды. Енді сатуда тұрған қазір тигровый орехтерді алып көрдім, бірақ оның қайнату, дайындалу тәсілі өте қате жасалғанда. Мынаны жақсылап жуу керек негізі. Тигровый орехтің өзінің кірі болады. Соны жақсылап жуу керек. Сырты жып-жылтыр, осылай әдемі болып тұру керек та. Қазір сатудағыны көретін болсаңыздар, сатудағы сырты кір-кір және де толық қайнатылмаған. Так, тигровый орехімізді турап тастадық. Енді мына 1 килограмм бойла бар бізде. 1 килограмм бұның да жартысын тураймыз. Жартысын мынамен үгітеміз, жартысын тек қана бойла турағышпен 4-ке бөлетін боламыз. Мынаны 4-ке бөлеміз, мынаны тураймыз. Осымен бізге негізгі турайдың жұмысымыз аяқталды. Рейшмангтың өзін аламыз. Бізде міне мынандай жем пайда болды. Бойламыз бар, астында неміз бар яғни. Жүгеріміз бар, бойламыз бар, бәрі туралып осындай керемет жем болды бізде, міне қарап тұрсаңыздар. Бұған енді біз қосатын пелес бар, ұсақ пелес, осындай 5 мм, 2-3 мм пелес, осыны қосатын боламыз. Бұл пелес судың астына түскеннен кейін еріп кетеді. Осындай кереметте жем болды. Енді жаңағы қалған бойламызды, мынандай бойла турағыш 4-ке бөледі, өзі міне астында пышағы бар. Осымен турап тастайтын боламыз. Қолмен пышақпен кессеңіздер де болады, бірақ мынау өте ыңғайлы, тез туралады. Осындай 5-6-тауын бірақ сап аласыздар. Даже 13-түк сиіп кетеді екен. Мына өзінің итеретін пресі бар, сомен итеретін боламыз. Міне, осылай. Мынандай кубик-кубик қып 4-ке бөлді ғой бізге. Ұсақтарын балықтар жеп кетеді, ірілері үлкен балыққа қалатын болады.
Міне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 жеткілікті 10 штук. Осылай турай берем. Так, бойланы міне осылай 4-ке турап тастадық. Міне мынандай. Негізгі бір күндік бір суткалық корм деп аталады. Мынау 4 точкаға кетеді. Бұған енді орехтан қосатын боламыз. Бағанағы қалтырған орехіміз бар. Мына мұз болып отырған. Орехтан насаткаға алып қаламыз, қалғанын осылай қоса саламыз. Так, мына мұзды алып қалайын, өйткені насаткаға жақсы бұл. Так, енді бағанағы қалған жүгеріміз бар. Оны да қосатын боламыз. Мына жүгердің бидайы мен екен. Так, жақсы араластырып аламыз. Так, бізде енді соңғы шешім, соңғы этап десек те болады. Мынандай бустер бар. Мына былтырғы балықтан қалған бустер. Рина Бейтстің Кракен деген. Аузын жақсылап жауып, жақсы жерге қойсаңыздар, бұл іштен кетпейді. Жақсылап араластырып жібереміз да. Мынау Кракен деген бустер. Осыны қосатын боламыз осылай. Қармағымызды дайындап, бәрін маркировать еткенше, жеміміз өзі бұғып әдем болып тұрады. Мұнда қарап отырсаңыздар, ұсағы да бар, әрісі де бар. Өте керемет жем болды. Бұның результатын бірге көретін боламыз. Осылай тұрады енді. Бұны көлеңке жерге қойып қоямыз. Біз қармақта дайындап, бәрін насаткын дайындап, үйтіп болғанша шамамен 1 сағат уақыт бар. Міне мынада керемет жем дайындадық біз балыққа. Видеоға лайк басып, комментария қалдырып, пікір қалдырып, осы қазақша спорттық балық аулау, яғни карфишингті қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ендігі соңғы результат, соңғы шешім, қандай балық түседі, қалай шығарамыз, түсе ма, түспей ма, бәрін алда бірге көретін боламыз. Негізгі жемін өте керемет дайындадық. Керекті өзіне керек заттарын бәрін қоспасын қостық. Алда енді қандай результат болатынын бірге көрейік. Каналдан ажырамаңыздар. Лайк басып, каналымды қолдап, тіркеле кетіңіздер.
Мен точкама карп, сазан, амур бәрі кеп алды ғой. Амурчиктер де бар міне. Қазір қайтады ғой, бұлар кештен қайтқан малдар ғой, табыннан. Қайта қармағым лақтырмаған дұрыс болған екен. Бұлар да жануар ғой, салқында болсын. Сулардың ішіп алады, содан келеді. Bismillah, çeşit bir жасаймыз қазір. Так, бұйырса бірінші поклевка бар. Апа, кетті. Кетті міне. Апа. Сход. Вот. Вот и так и бірінші поклевка и сход. Пелес болған ғой негізі.
Серьезный бойка. Пацака қалмайым ға, кішкентай пацак. Серьезный пацан. Мынаның жындек басын көтертпей тұр ғой. Дәл ана бой бермейді. Бой бермейді. Вообще жынды екен. Көтерілді ақанса. Маған вообще қармаққа түспеген балық қой деймін. Е-май, баса береді екен. Шынды екен ау. Балық емес, мен шаршап қалдым ғой, е-май. Е-май. Күшпен алып келіп тұрмын. Соның өзіне бой бермей тұр. Ай, тықтым ғой айтым. Берілдің ба? Берілдің ба? Ай ба.
Ой, яки. Бой бермеді ғой. Бой бермеді ғой. Секірме я. Ай. Meni de şaşırdı, özü de şaşırdı. Onu degenden qarаңдар. Дәу, өте үлкен. Бұрын ұсталған ба, ұсталмаған ба? По-моему, ұсталмаған. Менің күтігім ғана тұр екен. Баса жоқ. Амор. Жата тұр қазір. Суретке түсеміз. Қайда? Сені өлчейім. Наны арасандаршы. Мен қолым. Қағарым деген дәу екен енді. Қазір суретке түсеміз, содан бірақ жіберетін боламыз. Так, жігіттер, таңғы сағат 4-те осындай керемет амур қуантты. Қазір салмағын өлшейтін боламыз. Содан кейін қайтадан жібереміз. Керемет амур. Он 12 килограмм, короче. Мөлшекті алып тастаймыз. Бұны анау жақтан жіберейік, терең жерден. Амур балығын көп ұстауға болмайды. Сондықтан суретке түсіп, видеоға түсіріп жібере салу керек негізінде. Бұның өзі бағанадан бері тұрғанның өзінде көрдің бе? Іші сынып кетті. 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 Сырайта қалды. Давай, қош бол. Рахмет. Әрең шығардық қой жаңағы амурды. Бірінші рет қармаққа түскен амур екен. Таза салмағы сонда бізде 10-да 500 болды ғой, 12 болған. 1,5 мың мөлшекті жаңағы алып тастаймыз, сонда 10-да 500. Мынандай вафтерсқа түсті бізде. Қазір көрсетеміз.
мынандай вафтерс болады. Алтылық күрчек. Осыған түсті ғой. Күрчек мықты екен, енді күрчекке риза болдым. Жаңа көрдіңіздер ғой. Аяғында келген кезде өзі шаршап кетіп күштедім. Күрчегіміз дымда болған жоқ. Күрчектің качествосы өте керемет. Кейбір кездерде ана күрчектер былай майысып кететін ше. Мынау дым болған жоқ. Қалай тұр, солай тұр. Бізде бұл күрчегіміз мынандай фирма ғой. Осы фирманың күрчегі. 4-тік күрчек еще. Мықты екен. Қазір кешегі қалған жемді қайтадан точкаларға лақтырамыз. Қайта жемдейтін боламыз. Қазір бізде сағат шамамен 5 болып қалды. Сағат бір 6:30-ға дейін шуламай отырамыз да 6:30-дан кейін 7 кезінде қайтадан жемдеп тастаймыз. Қазір өзі балықтың шығатын уақыты ғой. Тек қана перезапруш жасап тастаймыз да сол сағат 7-ге дейін карбид етпей қоямыз, отырамыз. Керемет болды. Сезон ашылды деген сөз, маусымды аштық деген сөз. Çayımız da kaynak ettik. Gaz oturup bir çay içip қайтадан поводоктарды жасап, перезапруш жасап, лақтырып, мына екеуін жақындағы ближний екеуін лақтырып қойдым ғой қайтадан. Ана екі дальний лақтыру керек. Маусым ашық құттықтай берсеңіздер болады. Бірінші балық 10 килограмм, өте керемет, жақсы. Негізі сазан күткен болған мен. Амур келді, бірақ мына амур өте қатты тулады. Ана патсақтан да қорқып едім, әйтеуір патсаққа бірдеңке тығып шығарып алдық. Фидерный патсақ қой негізі, анау кішкентай. Белін майыстырмай әйтеуір әдемілеп тығып алып шықтық. Құттықтап қойсаңыздар болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Тағы да бізде уақыт бар түске дейін. Не түске дейін, не кешке дейін көреміз енді. Так, перезапруш жасап тастаймын. Бағанағы вафтерс 86 метрге.
кішкентай амурчик екен. Болса төбеден қарап тұрасыңдар ма енді? Килограммовый амур ғой. Так, бізде ол бірінші точка. 1 метр глубинадағы бірінші точка жұмыс істеді. Насадка сол баяғы Вакторс. «86 метр ғой. Мен кеше қателесіп 101 метрге қойып қойыптым. Бүгін таңертең дәптерімді қайтадан маркировка өткен дәптерімді қарап отырсам 86 метр екен. Содан кейін сол 86 метрді қайтадан клипсовать етіп, карбит етіп, таңертең сол тастағам ғой. Жаңа кішкентай амурчик түсті. Бәсе кеше түнде бір қарай ұстағам сол жерден. Одан қайт поклевка болған жоқ болған. Сөйтсем мен басында 101-ді тапқам, о жерде глубина 1,5 метр болған. Одан кейін 86-да глубина 1 метр болды. Одан кейін қайтадан 86-тан төмен қарай түсіп 75-ке келгенде глубина резко метр 70 болған. Мен сол подъемның төбенің үстіне қоям деп ойлағам ғой. Сол кеше қателесіп сол 101-ге лақтырып сап. Таңертең тұрып дәптерімді қайтадан қарап отырсам 101-де жатыр екен. Содан кейін қайтадан клипсовать етіп, кармит етіп, сол жерге тастағам, жаңа амур шықты. Сағат бізде 10 болып қалды. Мен ол жерге сағат 8-де лақтырған болған. 2 сағатта бір амурчик келді. Так, осымен бүгінгі балық аулау уақыты бітті бізде. Мен кеше осы уақытта келгем. Кеше мен сағат 2-де келгем, қазір сағат 6:40 болды. Общий ұстаған балығым қазір менде негізгі шығарған балық, 2 балық шығардым. Таңертең амур түсті бізде 11 килограмм, одан кейін 2 килограмм амурчик түсті. Біраз сходтар болды. Түнде де сход болды менде. Одан кейін таңға жақында сход болды. Пока камераны қосып, етіп барып болғанша өзі сход болып кетіп жатты. Бір суткалық балық аулау болды, бірақ жаман емес. Өзім ойлаған балық ұстадым. Үлкен салмақты балық ұстайын ба деп келгем. Ұстадым, бірақ негізгі сазан ұстасам, карп ұстасам деп келіп едім. Олар бұйырмады. Тағы да келесі жолы ұстайтын шығармыз. Осындай болды. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Қазақи карпфишинг, яғни спорттық балық аулау. Алда әлі маусым енді ашылды менде. Енді алда тағы да көп қой ұстайтын уақыттар. Бұйырса 29 күні, осы айдың 29 күні бізде жарыс болады, осы көлде. Сол жарысты түсіретін боламыз. Одан кейін алдыда тағы да көп жарыстар бар. Чемпионат Алматы
яғни ол да осы көлде болуы мүмкін. Осы көлде көп жарыстар болады бұйырса. Шардарада жарыстар бар, Шардараға да барып қалуымыз мүмкін. Сондықтан каналға тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Тек жақсы күндер көп болсын. Аман, саулықта кездескенше.